Жалпы біздің бүгінгі дискуссияның басты тақырыбы бұл Ресей саяси тұлғалары тарапынан соңғы уақыттары жиілеген КСРО-ның ыдырау тарихына қатысты күмәнді әрі арандатушылық сипаттағы, провокациялық сипаттағы мәлімдемелер. Сол тұрғыдан алғанда КСРО-ның ыдырау тарихына қысқаша шолу жасай кеткен жөн болар деп ойлаймыз. Өздеріңіз білесіздер, КСРО-ның ыдырау тарихы бұл өте бір подкасттың ауқымына сыймайтын өте кең тақырып, және оны көбіне көп тарихшылармен жасаған жөн болады. Біз КСРО-ның ыдырау тарихының экономикалық саяси сипатына аз-кем тоқталайық. Қарап отырсақ, КСРО-ның ыдырау тарихы 70-ші жылдардан басталады екен. Дәл осы уақытта КСРО батыстың мұнай қақпанына мықтап түсе бастады. Дәлірек айтқанда, сол уақыттан бастап КСРО мұнай шикізатының түсіміне тәуелді бола бастады. Және КСРО мұнайдан түскен табысқа масаттанды, әжептәуір пайда көрді, және мемлекеттің КСРО-ның өзге салаларын дамытуды кенжелетті. Қарапайым тілмен айтқанда, КСРО-ның экономикасы мұнай шикізатының түсіміне байланды да қалды. Бұл КСРО мұнай түсімінің пайдасын, шикізаттық пайданы шамалап айтқанда 10 жылдай көрді. Қызығын көрді, рахатын көрді, армансыз көрді ол қызықты. Ал 79-шы жылы КСРО Ауғанстанға кірген кезде батыс жаңағы КСРО-дан мұнай сатып алып отырған, мұнай шикізатын сатып алып отырған, КСРО-ны 10 жыл бойы армансыз байытып келген батыс КСРО-ның мұнай шикізат экспортына қос қолдап келген батыс санкцияның көкесін салды КСРО-ға. Санкцияның көкесін салды. Батыс елдері, батыс коалициясы сол кездегі КСРО-ға оның алдында да санкциялар салған. Бірақ дәл сол Ауғанстанға кіру фактісімен салынған санкция бұл КСРО-ның тарихындағы бір жойғын санкциялардың бірі болды. Ол мәдениет саласынан, гуманитарлық саладан, руханият саласынан бастап экономика мен саясатқа қатысты бүткіл саланы қамтыды. Өздеріңіз білесіздер, 80-ші жылдардағы Мәскеу олимпиадасына бірқатар өркениетті мемлекеттердің бойкот жасап бармай қою. Осының бәрі санкция. Сәйкесінше КСРО-ның ыдырау процесінде осы үлкен экономикалық саяси санкция бастап берді десек болады. Демек, біз білетіндей 90-шы жылдар емес, ол одан әрірек басталған. Ол 90-шы жылдар, 80-ші жылдардағы оқиғалар сол экономикалық санкциялардың КСРО-ны ыдыратуға негіз болған, алғы шарт болған экономикалық санкциялардың салдары. 10 шақты жыл бойы мұнай шикізатының түсіміне масаттанып келген, байып келген, соған байланып келген алып империяның экономикасы әп-сәтте үлкен дағдарысқа ұшырады. Құлдырап кетті. Өйткені КСРО шын мәнісінде мұнай иінесіне, нефтяная игла дейтін бар ғой, мұнай иінесіне отырып қалған еді, тәуелді болған еді. КСРО шын мәнісінде шикізатқа тәуелді ел болды. Және сонау 70-ші жылдардағы КСРО мұнай шикізатын саудалап пайда көре бастаған экономикалық қадам кейін келе батыстың экономикалық қақпаны екенін КСРО-ның басшылары түсінді. Тұрмысы тұралаған, жоқ жітікке тап келген, душар келген, экономикалық дамуы кенжелеген КСРО құрамындағы этникалық ұлт аймақтары, этникалық субъектілер ояна бастады. Біз білеміз, 86-шы жылғы, 80-ші жылдардағы қазақ көтерілісінен бөлек КСРО-да бірқатар көтерілістер болды. Грузиндердің көтерілісі болды. 90-шы жылдардағы Әзербайжанның Бакуінде болған қанды қаңтар оқиғасы, немесе қара қаңтар деп айтады. Советтік армия Әзербайжан оппозициясын басып жаншыған қатыгез оқиға.
немесе өзбекте болған этникалық қақтығыстар, тағысында осындай этникалық бас көтерулер, этникалық қақтығыстар, этникалардың аумақтарында болып жатқан, этникалық субъектілердің аумағында болып жатқан оқиғалардың бәрі сонау экономикалық дағдарыстың, экономикалық тоқыраудың салдарынан болды. Және аяғында батыс арабтармен бірігіп мұнайдың бағасын құлдыратып жіберді сол кезде. Бұл КСРО-ның экономикасын, алып империяның экономикасын нокаутқа жықты. Алып экономиканың тынысы тарылды. Ал КСРО-ның осындай экономикалық есеңгіреуі біз аяғын КСРО-ның ыдырап тынуымен байланыстырамыз. Енді ол кездегі жағдай қазіргі кездегі Ресейдің жағдайына ұқсас болып тұр ма? Ұқсайды, әбден ұқсайды. Қазір КСРО-ның сол кездегі тағдыры мен Ресейдің қазіргі бет-бейнесін параллельді түрде салыстырып қарайтын болсақ, бірдей. Кезіндегі КСРО мұнай шикізатының түсіміне қалай тәуелді болса, бүгінгі Ресей шикізатқа тәуелді мемлекет. Енді оның экономикасына газ мұнайдың бағасы түсіп жатыр ғой. Қазірде Ресей мұнай мен газдың шикізатына тәуелді, экономикасы мұнай мен газдың шикізатынан түсетін түсімге байлаулы, және экономикасы құлдыраудың азақ алдында тұрған ел Ресей. Кезінде Совет үкіметінің кезінде, жаңа КСРО-ның кезінде Горбачевтар кеш түсінді, қайта құруды кеш бастады. Нарықтық экономикаға өтуге әрекеттенді, бірақ өте алған жоқ. Салдарын біз білеміз. Салдары Горбачевтар тығырықтан шығудың амал әрекетіне көше бастаған кезде, бұл тым кеш еді. Ол кезде мемлекеттің құлау триггері басталып кеткен, іске қосылып кеткен еді. Сондықтан КСРО-ның ыдырауы бұл КСРО-ның басшылығының сол кездегі экономикалық сауатсыздығының кесірінен, себебінен болды. Кесірінен емес, себебінен болды.